жасы уже 4-те, бірақ түнде кіші дәретін ұстамайды. 4 жасқа шейін біз памперс кигіземіз, уже размер жоқ памперстің ол балаға. Балаңыз кіші дәретін ұстамайтын болса, онда міндетті түрде алғашында урологқа көрсетесіздер, уролог дәрігеріне көрсетесіздер, УЗИ, қуықтарын УЗИге түсіресіздер, бүйректерін УЗИге түсіресіздер, және де анализ тапсырасыздар. Кіші дәретін анализге тапсырғаннан кейін ішінде қандай микроб бар, бактерия бар ма, тұз бар ма, құм бар ма, тас бар ма, УЗИден бәрі анықтап сіздерге нақты диагноз береді. Егер де урологтар, нефрологтар ешқандай диагноз жоқ дейтін болса, онда сіздер невропатологқа келсеңіздер болады. Егер неврология жағынан сіздерде бүкіл рефлекстерін тексере отырып, неврологический нейрогенный энурез деп жазатын болсақ, нейрогенный мочевой пузырь деп те жазылады. Нейрогенный мочевой пузырь деген диагноз болатын болса, онда ол жерде балаға өзіндікілік дейді ғой, индивидуальное лечение керек, әр балаға ерекше ем керек. Әр балаға өзінше ерекше ем керек. Себебі қуықта гипертонус немесе гипотонус болады, соған байланысты емі бөлек болады. Сосын менің енді ұсынысым остеопатия.